басқара алатын рискке бару керек. Басқара алмайтын рискке баратын болсақ, ол уже олимп, ол уже бір казино, ол уже сондай тема болып кетеді. Рисковать ету керек екен деп 5-ші этаждан секіріп кетпейсің ғой. Мысалы да рисковать ету керек деп сен миллиондарыңды олимпке тігіп керек емес. Сен оны басқара алмайсың. Сенің қолыңда емес ол. Сенің қолыңда болатын рисктер жақсы, ол нормально. Допустим, оған бизнес кіреді. Мысалы бизнес. Сен бизнесқа 1 миллион салдың, бірақ ол сенің қолыңда. Егер сен бәрін дұрыс істесең, оқысаң, ізденсең, рекламаңды дұрыс жіберсең, дұрыс сата алсаң, сен миллион теңге салған бизнесіңнен миллиондар шығара аласың сен. Өйткені сенде тұр, риск сенде тұр, сен басқара аласың, сенің қолыңда. Сондықтан да өзіңнің қолыңдағы нәрселерге рисковать ету керек. Вот солай сен рискіңді үлкейтіп кете бересің. Рискті өлшей алу керек, басқара алу керек. Сондықтан да, ребят, самый главный, наверное, түсіну керек мысль. Сен қанша көп рисковать еткен сайын, уже үлкен рискке баруға психикаң дайын болатын болады. Сол үшін рисковать ете алып, рисковать етіп үйрену керек. Біз рисковать етіп қана қасымыздағы окружениемізден, адамдарымыздан, сотрудниктерімізден, туысқандарымызбен, достарымыздан